Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз физика пәнінен физика табиғат туралы ғылым тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Бүгін сендер физика ғылыммен танысып, оның нені зерттейтіні туралы білетін боласыңдар. Физикалық құбылыстарға мысал келтіруді үйренесіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері табиғи құбылыс, физикалық құбылыс, материя, зат және физикалық денеден тұрады. Ал бастайық. Бізді қоршаған ортада үнемі өзгерістер болып отырады. Табиғатта туындайтын сан алуан өзгерістер табиғат құбылыстары деп атайды. Табиғат құбылыстарын зерттейтін ғылымдарды жаратылыстану деп атайды. Жаратылыстану ғылымдарына физикадан бөлек астрономия, химия, биология және де география енеді. Физика табиғат туралы ғылым ретінде физикалық құбылыстар мен заттардың қасиеттерін зерттейді. Физикалық құбылыстар сан алуан. Оларға механикалық, жылу, электр, магнит, жарық, дыбыс, сондай-ақ атомдар мен олардың ядроларында туындайтын құбылыстар жатады. Мысалға, компьютермен жұмыс істеу, ғаламтор арқылы онлайн қарым-қатынас жасау, және де GPS бағыттандыру жүйесі, навигаторды, ұялы байланыс және де тағы басқа осындай пайдаланушы адамдардың әдетті ісіне айналды. Бұл құрылғылардың жұмысы физикалық құбылыстарға негізделген. Адамзат баласы күнделікті өмірде кітап оқиды, дәптер жазады, тұрмысқа жайлы тұрғын үйлерде тұрады, ұшақтармен ұшады, немесе машина, пойызбен жүреді. Адамды әртүрлі нәрселерді қоршап тұрады. Кітап, тас, ағаш, автомобиль, су тамшысы, құм сияқты әртүрлі. Осыны әр дененің пішіні мен көлемі болады. Сол сияқты өзіне тән пішіні мен көлемі бар заттарды біз физикалық денелер деп атаймыз. Ендеше біздің айналамызда не бар болса, соның барлығы материя деп аталады екен. Сондықтан біздің қоршаған әлем материялық болып табылады. Балалар, бүгінгі физика сабағымыз осымен